дамыған мемлекет осындай болса, онда біздің мемлекет дамымай тұра тұрсыншы деген ниетте келдім мен. Өйткені еркегі қайсы, қызы қайсы, қайсы жұп, қайсы жұп емес, сол нәрсені ажырата алмайсың. Көзіңізбен көрдіңіз көшеде? Көзімізбен көріп келдім, иә. Бала жетектеген адамнан қарағанда ит жетектеген адам көп. Біздің менталитетке мүлдем келмейтін нәрсе. Біз қызығатын дүние емес ол. Сондықтан да сол нәрселерді көзіммен көргенде мен үшін бір жеркенішті нәрсе болып көрінді. Шынымен де даму жолы осындай болатын болса, біз дамымай қояйық дедім де. Өйткені оның ішінде менің бала-шағам бар. Мен бала-шағам ұрпағы бар деген сияқты. Мен өзімнің балдарымды, болашақ немерелерімді дәл осылай дамып кетіп, осындай қалпында көргім келмейді. Сондықтан да жаңа өзіңіз айтып өткенде TikTokқа